Аққыз пен қоян. Алтай халық ертегісі. Қыстың бір түнінде аққыз бұтаның астында тышқандарды аңдып жасырынып отыр еді. Күтпеген жерден арқасына тау құлағандай болды. Зәресі ұшқан аққыз не істерін білмей қалды. Қараңғыдан ештеңе көрмесе де бұрыла салып әлгі тауға өткір тістерін салып кеп жіберді. А! Үрейлі айқай, ыңырсыған үн естілді де ауыр салмақ арқасынан аударылып түсті. Сонда ғана аққыз жаралы қоянды байқады. Оны артқы аяғынан қауып алыпты. Ақ қарға қызыл қаны сорғалап жатыр. Қоян өкіре жылап: ешқашан кешірмеймін сені, аққыз. Мен сені арқаңа байқамай құладым ғой. Ой, қоян, мен сізді абайсызда тістеп алдым, деп жауап берді аққыз. Бәрібір кешірмеймін, деді де үш аяқтап орманға ақсап кетті. Бір ай өтіп үлгермей аққызге орбаннан жазбаша бұйрық келді. Дереу сотқа келіңіз, орман қожайыны Қара Қоңыр Аю. Аққыздың кіп-кішкентай жүрегі дүрс-дүрс соқты. Ұп-ұсақ сүйектері қорқыныштан майысып бара жатқандай. Жасқанып, жасыңқырап, үлкен сарайға кірді. Қараса, қожайынның жанында өне бойы дәкемен таңылған қоян отыр. Аю қою қастарын паңдана көтеріп, қызыл сары көздерімен аққызге тым биіктен қарап отыр. Мынаны жарақаттауға қалай да тің барды? Аққыздың үні шықпай, тек еріндерін жыбырлатқандай болды. Жүрегі кеудесінен атып шығатын сияқты. Мен аңға шыққан едім, деді ол әлсіз дауыспен. Кімді ауламақшы болдың? Тышқан ұстайын, құстарды қуалайын деген едім. Мұның рас, тышқандар мен құстар сенің азығың, деді Аю. Ал қоянды неге ауыз салдың? Бұл қоян менің үстіме құлап түсті. Қоянның өзі де аппақ, қары да аппақ болған соң, мен оны танымай қалдым. Мұның да рас, деді Аю. Табаны мен танауын сипалап, қоянға бұрылды. Ал сен аққыздың арқасына не үшін секірдің? Мен оны артынан таныған жоқпын, деп міңгірледі қоян. Қысқы күндері оның арқасы қардан да ақ. Бұл да рас. Қабағынан қар жауған Аю ұзақ үндемей отырды. Оның алдында қызулы от шытырлап жанып жатыр. От үстінде 7 құлағы бар алтын қазан ілініп тұр. Осы бір сүйікті қазанын Аю ешқашан тазалаған емес. Тазаласа кірімен бірге құты да кетіп қалады деп қорқатын. Сол себептен де алтын қазанға 100 батпан күйе баттасып қалыпты. Данышпан Аю ұзақ ойланды. Сонан соң алақаны мен ыс басқан қазанды сүртті де қоянның құлағын қап-қара күйемен бояп жіберді. Енді сен, аққыз, қоянды бір көргеннен ақ танитын боласың. Алақаны мен қайтадан қазанды сүртіп, аққыздың құйрығын да күйелеп тастады да. Енді сен, қоян, мына балақайды қара құйрығынан әрқашан танитын боласың, деді. Сол кезден бері қояндар мен аққыздар бір-бірімен ешқашан ренжіспейтін болды.